Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Арай ПП Food. Бүгін ерекше дайындалатын ПП пирог баунтидің рецептісімен бөлісемін. Шоколадный корждарды дайындауға небәрі 10 минут кетеді. Баунтидің іші өте нәзік және дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ең алдымен ыдысқа аса қатты майлы емес творог саламыз. Және оны вилкамен еземіз. Үстіне 2 сарыуыз қосамыз. Қалауыңыз бойынша сахарозаменитель қосуға болады. Мен 1 шай қасық сахарозаменитель қостым. Және қайтадан вилкамен езіп араластырамыз. Үстіне күріш ұнын қосамыз. Және кокосовый стружканы қосамыз. Жақсылап тұрып, вилкамен араластырамыз. Формамызды алып, менде ең кішкентай форма, соны пергамент қағазымен төсеп қоямыз. Қолымызға 1 ас қасық творог алып, шарики жасаймыз. Мен үлкен шарики жасап қойдым. Менің қателігімді қайталамаңыздар. Кішкентай шарики жасаңыздар. Менде 6 шарики шықты. Егер кішкентай қылып жасасаңыздар, 10 шарики шығады. Енді үстіне құятын заливканы жасаймыз. Заливкасына 2 жұмыртқа, 2 ақуыз, какао, күріш ұны, сахарозаменитель және қопсытқыш керек. Ыдысқа 2 ақуызды саламыз. Және үстіне 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Қалауыңыз бойынша сахарозаменитель қосуға болады. Мен 1 шай қасық сахарозаменитель қостым. Енді венчикпен жақсылап тұрып көпіртеміз, немесе миксерді қолдануға болады. Електен күріш ұнын, қопсытқышты және какаоны өткіземіз. Және венчикпен жақсылап тұрып араластырамыз. Венчикпен немесе миксермен жақсылап тұрып араластырамыз. Біркелкі болғанша дейін. Заливкамызды шариктердің үстіне құямыз. Видеода көрсетілгенде толық құйып шығыңыздар. Ақ шариктердің үсті шоколадпен құйылған болу керек. Пирогымызды қыздырылған пеште 180 градуста 30-40 минут ұстаймыз. Енді үстіне шоколадный глазурьды дайындаймыз. Мен шоколадный глазурьды водяной баняда дайындадым. Және оған 75 грамм шоколадқа 5 грамм сары май қостым. Глазурьды дайындаудың тағы бір әдісі бар. Оны микроволновкаға салып ерітсеңіз болады. Пирогымызды суытып аламыз. Және содан кейін үстіне шоколадный глазурьды жағып шығамыз. Әсемдік үшін пирогтың бетін кокосовый стружкамен әсемдедім. Біздің ПП пирог баунти сөзсіз дәмді болып шықты. Мен үстін малинамен әсемдеп қойдым. Творог және какаоның бірге үйлесімділігі ерекше дәм береді. Егер видео ұнаса, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.